Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен суда пісетін нанның рецептісімен бөлісем. Өте керемет, өте дәмді болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Ал енді бірінші ыдысымызға електен өткізілген ұн саламыз. Оның үстіне сұйық майды және қопсытқышымызды, дрожжымызды, тұзымызды және жылы суымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей осындай жұмсақ болуы керек. Жұмсақтығын қараңыздар. Одан кейін бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қалдырамыз. Міне, мен жарты сағаттай қалдырдым. Мінекей осылай әдемі болып көтерілуі тиіс. Мінекей қараңыздар. Одан кейін біз қамырымызды бөліп алып, осындай бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Мінекей осылай бірнеше бөлікке бөлінген қамырымызды бетін жауып, тағы да жарты сағат немесе 20 минуттай қалдырамыз. Сәл ғана көтерілуі тиіс. Мінекей осылай жауып қоямыз бетін. Біз оған дейін суымызды ыдысқа құйып, газге қойып қайната береміз. Мінекей осылай әдемі болып көтерілгеннен кейін біз суымызға бір ас қасық ас содасын саламыз. Осылай көпіршігеннен кейін нанымызды осылай суда пісіреміз. Бұны ұзақ уақытқа қалдырмаймыз. Ары кеткенде 2-3 минуттай қалдырамыз. Жақсылап қайнап, бұрқылдап қайнауы керек. Содан кейін қайта нанымызды сүзіп алатын боламыз. Осылай нанымызды сүзіп аламыз. Противенді дайындаймыз. Міне противенге осылай нанымызды салып шығып, бетіне өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Мен күнжіт септім. Күнжіт сеуіп, оған дейін біз пешті жақсылап қыздырып қоямыз. 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей осындай әдемі болып көтеріліп, өте керемет болып шығады біздің нанымыз. Мінекей қараңыздар. Енді арасын бөліп көрсетейін. Өте ыстық, мүлдем. Мен сразу иісінің өзіне шыдай алмай, бірден ыстық күйінше кестім. Мінекей қараңыздар, әдемі болып көтерілген. Жұмсақтығын айтыңыздар, қандай тамаша. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаймыз.